Облыста өрт сөндіру құтқару спортынан жарыс басталды. Қызмет бабында қаза тапқан азаматтарды еске алу мақсатында ұйымдастырылған жарыс 2 күнге созылмақ. Кез келген оқыс оқиға мен төтенше жағдайға сақадай сай болу құтқарушылар мен өрт сөндірушілерге қойылар басты талап. Өрт сөндірушілер өздерінің шеберліктерін шаршаланда емес қызыл жалында жүріп көрсетеді. Сондықтан мамандар үнемі шынығып, дайындықтарын пысықтайды. Жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін бұл дода өрт сөндірушілердің күн сайынғы дайындықтарын тағы бір мәрте пысықтауға көмегін көрсетеді. Осы спорттың бір жағынан Қызылорда облысының құрама командасын үміткерлерді жасақтау болып табылады. Біздің Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасы бар. Ол әлемдік деңгейде жарыстарға қатыстырылады. Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Турция, тағы да басқа мемлекеттер арасында өткізілетін жарыстар. Бұл жолғы жарысқа 15 команда 152 спортшы қатысуда. Жарыс 3 кезеңнен тұрады. Алғашқы күні шабуыл сатысымен оқу мұнарасының 4-ші қабатына көтерілу, ал екінші кезеңде жылжымалы сатымен оқу мұнарасының 3-ші қабатына көтеру жоспарланған. Ал жарыстың екінші күнінде жауынгерлік қанат жаю өткізіледі. Жарысқа қатысушылар қатарында номері 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы Еркін Әбдібек шабуыл сатысымен оқу мұнарасына шығудан көш бастап тұр. Осы спортта жүргеніме шамамен 10 жылдай болды. Қызылорда облысының құрама командасында жүгіріп, және Қызылорда облысының намысын қорғап келе жатқан жігіттердің біріміз. Бұл жарыстың мақсаты өрт болған кезде және адамдарға төтенше жағдайлар төнген кезде ең бірінші жылдамдық, әрбір секундымыз адам өміріне құтқаруға септігін тиеді. Дәл осы жарыс соған арналып, және де шыдамдылықты, және биіктіктен қорықпау сондай жағдайларда адамдарды құтқаруға себепкер болған жалғыз өрт сөндіру бөліміндегі Қазақстан бойынша жалғыз спорт түрі. Өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметінде жұмыс бабында жүріп қаза болған азаматтарды еске алу мақсатында өткізіліп отырған жарыс 10-12 жас аралығындағы кіші, 12-14 жас аралығындағы орта және 14-16 жас аралығындағы үлкен топтармен мамандандырылған өрт сөндіру бөлімдерінің мамандарының қатысуымен өтуде. Назгүл Қажытаева, Мадина Ералиева, Ерлан Жұматаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.